Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ұлттық банк ел азаматтарына алаяқтықтың тағы бір түрі белсенділік танытып жатқанын ескертті. Ұлттық банк Kazcoins.nationalbank.kz интернет-дүкенінің сатып алушыларына коллекциялық монеталардың санына қойылатын шектеулерді айналып өтеді деген желеумен арнайы бағдарлама сатып алуды ұсынушы алаяқтардың белсенді бола бастағанын ескертті. Мәселен, әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі Қазақстан нумизматтарының тақырыптық топтарында алаяқтық көмекші бағдарламаға бір реттік жол алу мүмкіндігін арнайы төлемге ұсынып жүр. Сөйтіп ол бағдарлама КОБ интернет-дүкенінен сатып алушылардың себетіне коллекциялық монеталарды кез келген мөлшерде автоматты түрде қосады деп сендіреді. Сонымен қатар коллекциялық монеталарды себетке салудағы сәтті операцияларды бар суреттер көрсетіледі және көмекші бағдарлама толығымен қауіпсіз екені туралы жалған ақпарат беріледі. Алайда қолма-қол ақшаны алғаннан кейін алаяқтар вирус немесе басқа да зиянды кодтардан тұратын бағдарламалық жасақтаманы ұсынады. Олардың орындалуы пайдаланушы деректерінің таралып кетуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін. Сіз немесе таныстарыңыз алаяқтық әрекеттерге тап болған жағдайда қажетті сот ісін жүргізу үшін құқық қорғау органдарына тиісті өтінішпен жүгінуді ұсынамыз. Кеңес алу үшін 1477 қысқа номері бойынша Ұлттық банктың байланыс орталығына хабарласуға болады.